Бүгін бізде қонақта Бидаш және Аделина. Біз Алдияр деген баламен 019. Жоқ. Қайда біле Алдияр деген қазақстандық кинолар. Мына сұрақтан кейін бар ғой, мыналар. Мына тупой екен деп ойлайтын шығар. Жохан. Давай. Үстіне түсті. Блин, кешір. Сен киімді ауыстырасың ғой деймін. Қойш, ауыстырам Енді ба? қара екі қыз спортивный да, сен костюм. Көріп тұрсыз, дауыс естіп тұрсыздар ғой, бір дауыс шығып жатыр ғой. Өйткені дайындалған себебін төліп тұрсыңдар ғой. Бүгін бізде өте... Сен мен келеді деп дайындалғансың ғой. Кім деп ойлайсыздар? Тауып көріңіздерші дауыстан. Сөйлеп көрші. Ля-ля-ля. Примерно тауып тұрсыздар, өте әдемі. Және өнерлері де әдемі. Сол үшін әдемі дайындалдым, негізі бәрін футболкамен жүргізетін тұғым. Бүгін бізде қонақта Бидаш және Аделина. Қалайсыңдар? Керемет. Күшті. Аман есен, жақсысыңдар ма? Студияң керемет екен. Керемет, сіздерге дайындалдық барынша. Кішігірім болсын. Сіздер Бидашсың өзің көп передачаға барып жүрсің. Иә. Бәріне барып жүрсің. Сіз, Аделина. Бірінші рет дебютым. Көп қонақтар бірінші рет кішігірім болсын армандарына бір шак беріп жатырмыз. Нұрдәулет, қарашы сен қандай кереметсің, иә, мысалы. Керемет актриса бірінші рет сенің жобаңа келіп отыр. Сіз де менің бірінші рет жобама келдіңіз. Мен бұл жерге енді сенің алғашқы жобамның бірінші қонағым ба? Йо-майо. Сіздерге. Құрметті достар, бұл ойын Go деген ойын. Ренжіп қалғандарға ойын Go деп келетін бар, ренжіп ойын Go деп айтамыз да енді ренжігендерге. Сол үшін бүгінгі ойында тек қана ойын ойнаймыз. Ешқандай бір ауыр сұрақтар, мазалап, бір өмір жайлы айтып, онда ештеңе айтпаймыз. Сол үшін келдік қой. Сразу көңіл көтереміз, халыққа да көңіл күй сыйлаймыз. Ойын Go, просто ойын Go деп жүретін боламыз. Ең бірінші сіздерге түсіндіріп өтейін. Қазір кішкене коктейль дайындалады. Сразу айтайын да, коктейль. Ол коктейль сіздер дайындайсыздар, сұраққа жауап беріп отырып. Соңында үш ойынның жеңілген адам соны ішетін болады. Өзіміз дайындап, өзіміз ішеміз ғой. Иә, өзіңіз бидайды өздеріңе қойып беріп отырсыз. Примерно сондай. Енді бірінші онда коктейль дайындауға кірсек, сразу бастайық. Құрметті достар, сіздер каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Біз андай созбаймыз ше, сразу бастаймыз. Сосын менің каналыма да жазасыңдар, Бидаш деген. Соңында клипіне түскен мен есінше, лайк басыңдар. Мәссаған қойшы. Сосын новый клип шықты. Тез қарашыңдар. Трендта 4-ші орында тұр. Сен передачаң шығам дегенше бірінші орынға кететін шығар. Бірінші орынға шықса, сразу онда лайк басып, комментарий. Шықпаса шығарып қойыңдар. Ал онда бастайық. Ойын Go, Go ма? Go. Алдыңызда дайындалған коктейльдің құрамы. Соны құясыздар қазір. Мен сұрақ қоямын. Бидаш, сенде өзің шығармашылық қандай? Бір кішігірім айтып өтсе оқырмандарға. Жаңалықтар көріп жатырмын, бір Егіз Лебіз, Алишер. Достар, негізі мен әнші едім ғой. Сосын бір блогер болып кеттім да ортасында. Блогер болып Нұрдәулеттермен таныстым да, сол таныс болған келіп отырмын. Қайттан әнші болып жатырмын. Аделина, сен ұялып отырсың ба, сөйлемей отырсың кішігірім? Жоқ, енді қазір ойынның сөз бермей ашырып қой енді. Екеуміз енді үйреніп қаламыз, біріміз күнде сөйлесіп қой, үйреніп жүре береміз. Көп сөйлейміз. Қандай кино, қандай жаңалық? Менде жаңалық бәрі өз қолымда фильмі түсті, дебютым болды. Кейін Қайната күйеу бала киносына түсті, тоже главный рөлде. И келесі Рамазан Амантайдың киносы Мадин Чайна деген киносына түсіп болдым. Енді түсірілімі жақында аяқталды. И біз Алдияр деген баламен 019. Жоқ. Қайда біле Алдияр деген кейтестер. Сол баламен жақында біз өлең жазғамыз, кавер жұлдызым дегенге. Сол 1 миллион алды бір айдың ішінде. И екінші өлеңімізге көштік қой. Тошы жүріп жатқан жоқсың ба? Ертең болса шығады. Жоқ. Ұрсып қойғанда андай. Жоқ. Онда қазір мен сұрақ қоямын, кім дұрыс жауап береді, сол құятын болады. Бірақ ұмытпаңыздар, құятын кезде оны өздеріңізде ішіп қалу мүмкінсіздер. Сол үшін барынша кімнің коктейлі дәмді болады? Мынау арақ емес па? Прозрачный. Жоқ, арақ ақша жоқ бізде. Су. Халал передача десе. Ой, арақ емес па не десе. Ал бірінші сұрақ. Марафон дистанциясы қанша шақырым болады? Білесіздер, марафон болады? Болады. Болады, негізі ма? Так. Марафон дистанциясы қанша? Білмейді екенмін вообще. 10 километр ма? 10. Жоқ. Примерно ішіп тұрмыз ғой. Өзіміз марафонға жоқ адам екеніміз көрініп тұр ғой, иә? Вообще шықпайсыз, жүгірмейсіз. Вообще. Мен де білмеймін неге жасып. Біз ана марафонды жүгіріп баратқан қасынан машинамен өтіп баратқанбыз ғой. Жол неге жауып тастаған деп айқайлап қалды. Иә, жол жауып, еші міндет қаласың. Онда биде келесі сұрақ қойып, әлі құймаймыз онда сіздерге бір қыздыру болсын. Давай. Қорқыттың музыкалық инструменті. Қобыз.
Бірдей ғой? Бірдей ма? Онда біреуіңіз қойыңыздар. Қайсыңыз қойасыз? Может, өтіп кетеміз? Жоқ, өтпейміз болды жоқ. Қобыз. Давай. Бабамыздан Ең оңайдан бастады су. Бірақ сұрақ көп екен. Саған әдемі. Сразу бәрін қойды. Бәрін қоймасам да болады. Бәрін қоймады. Қоймасам да болады. Кеттік. Йоу. Келесі. Суды қиямыз. Италияның астанасы. Айтам қазір, В-дан келеді? Білмеймін. Мына сұрақтан кейін бар ғой, мыналар. Мына тупой екен деп ойлайыншы. Ешкім жауап бермей Милан отыр. десең. Венеция емес па? Ең шағар. Италия ма? Италияның. Рим ғой? Иә, Рим. Рим. Иә. Аделина, біреуін құй. Мәссаған, нан қойыншы. Мәссаған, аямайды екенсің. Болды, көп құйма. Кішкене қойсам болды. Өзіңде ішім өгіз білесің ғой? А, да? Иә да. Сен бидаш аямай бидаш су құймады сен ішіне. Сен ананы құймадсың. Мына маған ұнайды, томатный бар ғой, соленый помидор. Келесі сұрақ. Шахматтағы аттың жүрісі қандай әріпке ұқсайды? Шахматта аттың жүрісі? Иә. На? Нығып жүре ма шахматта? Қалай жүреді өзі? Сен мен шахмат ойнап көрген адамымыз ғой. Жоқ, шахматтағы Не аттың сұрақ жүрісі. Мен бұл қайта бәрінше айттым. Бидаш пен Аделинаға оңай сұрақ табыңдар. Ят болады қазір. Қазір анау Қызылқоға ауданында қанша адам бар деген керек емес. Біздің түрімізге қарағанда интеллигентный сұрақтар дайындасақ қой. Енді шахмат интеллигент қой енді. Соны айтам ғой. Мысалы, шахмат. Тоқта. Өзі қалай білесіз шахмат ойнағасың ба? Мен ойнап көрмеген. Ойнамағам. Только шашки ойнағам. Мен білесің ба, просто киносын көргем, Ход королева ма? Ход королева. Сол Ход королеваның ненің бағанағы аттың жүрісі Г-ға ұқсайды. Бұл Г ғой жүресі, бірақ Г. Біреуін құйыңдар енді, ойланып екеуің. Біз таппасақ та құя береміз. Кола қойыншы. Кола қойшы. В общем, томатный сок, су, кола, бір 0 кола бойын отырады. Келесі сұрақ. Мақал жалғастыр. Білекті бірді жығар. Білекті мыңды жығар. Қандай? Білекті мыңды жығар. Өзі білекті бірді жығар деп тұрмын. Білімді мыңды жығар. Иә, білімді мыңды жығар. Дұрыс. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Сонда оңай андай сұрақ табыңдар деген осы ма? Ой, мынау оңай ғой енді сіз. Видаш, жатып алады. Жоқ. Құйда ғой. Неге? Жоқ, оңай, сен енді тапсырдың оңай сұрақтар қояйық деп, сонда дабыл осындай сұрақ қойын деймін да. Оңай деп отырсың ба? Онда болды, келесі сұрақ қиын ғой. Бұл бұндай мақалды бірақ соның өзін қате жауап бердіңдер ғой? Екеуінде қате жауап бердіңдер ғой? Білікті дедіңдер ғой, білімді емес. Примерно ұқсайды ғой енді. Кеттік ал. Негіз қобалжып отыр десек, е? Негізі асығып кетті, сразу бастап кеттік съемканы. Мұны түсінеді деп ойлайсыздар. Келесі. Мынау ат шығар енді. Ең үлкен мұхит. Үнді мұхит. Тынық. Ой, тынық. Мен айтамай өттім ғой. Айтып тұрмын ғой. Сен бүйтесің ғой, монтаж қиып тастайсың да, мен үнді деген алып тастайсың да. Тынық дегеннен сразу қойып жібересің. Қойғанмен қоямыз сразу. Құйыңыз. Онда келесінде келмей қоям. Келесінде онда алып тастаймыз. Десең. Вау, мына сок ау дейме? Сендер мынандай интеллигентті сұрақтар қояды деп айтпайсыңдар, біз дайындалып келетін едік қой. Мен дайындалатын сұрақтар емес қой. Алдын ала қойып деген сияқты. Енді арасында бізде бәрі шынайы болады. Ізденетін едік. Бағана жер апсаңыз ойындама. Нормально. Кеттік. Келесі сұрақ. Енді кино жайлы. Бэтменнің қарсыласы кинода. Не ғой? Кім ба? Аты кім еді? Кім? Киноға қатысты да жауап берсін, өзім қарсыласы. Емай, кім еді аты? Оңайды, онша емес болып қалды қазір, ашшы емес сияқты. Кім? Өзінің бір хит қой өзі, образы хит қой. Бэтменнің қарама-қарсы, осы соңғысында болған қарсыласы. Қандай? Джокер. Бидаш құйыңыз. Джокер, иә. Халық дейін деп жатырмын, нефтем. Қызық болсын, аның құрамда не бар? Білмейміз. Лабораторияда бір улы сулар сияқты болып тұр. Ол көп қоймақ қой. Көп қоймақ қой деп өзі айттыр да, өзі сомневаться еттір ғой, примерно біз отравление болсақ ертең Нұрдәулеттің съемкасынан кейін. Сразу айтып ішемекпіз. Сақинасы бар планета? Сатурн. Дұрыс. Сатурн. Қызық болсын, яна, сүт сияқты ма? Көрші, есің көрші не бұл? Түрінай. Қою. Бетінде андай шаң, пөл, мөл жүр ғой, мынау не сияқты? Томатный сок сияқты, е? Осы қызылы болып бұл қыздардық кейін таза. Қыздарсызге болды. Араластыр жер. Балжан, осымен сұрақтар аяқталды. Мен әкелдім. Иісін көрсеңіз, қандай иіс, нормально ма? Ё-моё. Мен көр жирен қазір сразу. Қайшы қатты емес? Жоқ ғой қатты емес. Кеше ғана мен соленый помидор жегем ғой, сорпасын ішіп. Как раз. Тура сол тұр. Болды, құрметті оқырмандар, примерно коктейліміз дайын болды. Алдағы уақытта 3 ойын болады. Осы 3 ойында жеңілген жан
сол коктейльді ішетін болады. Онда бірінші ойынға go ма? Коктейль дайын болды, спокойно. Бірінші ойында спокойно болады. Онда ойын go, бірінші кезең. Бірінші ойын, енді екеуіңізді қатты бір секіртейін деген жоқ, ұялдым мен. Бір сұрақтар қоямыз. Сұрақтарға кім тез жауап береді, сол ұтады. Ал 5 секунд ойланып қалады, ұтамайды. Мысалы, қазір бірінші әнші деймін. Әншімен кезек қазақстандық қана, тек қана Қазақстан, шетелдік саналмайды. Қазақстандық әншіді айтасыздар кезекпен. Кім тоқтап қалады, 5 секунд, сол ұтылады. Бір очко ұтқан адамға. Кеттік, бастаймыз оны. Ең бірінші әншілер, Бидаш өзің баста. Қазір бар ғой, мен не істеп жатқанын білесіздер ма? Миымнан бар ғой, бұрынғы поколенияны бөлек қойып қойып жатырмын, қазір поколенияны бөлек қойып қойып жатырмын ғой. 5 секунд десең. Өтіп кетті бізде. 1, 2, 3 кеттік. Калифорния. Қайрат Нұртас. Садыр. Берік Баха. Илхам. Беркіт. Серік. Айша. Ғазизхан. Садрадин. Айтылды Садрадин. Тогда кім бар? Даниал. 3. Ділназ. Кім бар еді, ё-майо. 1, 2. Тоқта. 4, 5. Көп қой айтшы неге? Басыма кірмей жатыр. Сен ана санап атсың ғой, ойын бөлініп кетіп жатыр да. Іштен санаш? Да, өзімде іштен санашты қалайсың іштен. Сосын уже. Бірінші ұпай Балжанға кетті. Құттықтап қойсаңыздар болады. Балжан, екінші. Енді кинолар. Қазақстандық кинолар. Соған мен кішкене қиналып тұрмын. Ойлансаңыз, онда бірінші, давай онда Аделинадан бастаймыз. Қазақстандық кинолар, бастаймыз. Брат или брак? Киноның аты ма? Иә. Киноның басынан несін айтуға болады? Джохан. Жол. Бәрі өз қолында. Мәссаған. Күшті, бір-бірінің кино айтады ше. Не деген бір-біріне андай тиісіп қойып, астарлы тиісіп қойып. Ал дейік десе анау. Басын жалғастырамыз. Каникулы офлайн. Дәстүр. Каникулы в Таиланде. Жохан 2. Негізі ой, арғай жалғаспайды. Жохан 2. Каникулы 2 деген кетті ғой енді. Атысып атырық қой. Қайната кеу бала. Ой. Мама. Бизнес по казахски. Бизнес по корее бола ма? Болмайды ол. Болдым. Так, Мадейн Чайна. Жеңілдім. Есім өспей тұр. Тағы кино көп түсіру керек еді. Сразу бірде бір счет. Сонда басқа үшін киноға бармағасың, презентацияға барасың, көремін ғой сені мен. Иә. Неге бармын? Енді 5 секунд беріп атсаң, ойланып қарайын. 5 секунд? Кішкен адам ойлану үшін бір уақыт керек қой, 10 секунд па. 10 секунд осылай. Дәл осылай әзірге счет бірде бір ұпай Аделинада. Ең соңғы енді. Әркім өз мамандығынан бірінші орын алып тұр ғой. Иә, әзірге мамандығы. Енді барлық жайтты ала келе, нені айтсақ болады, қалалар. Мәссаған, давай. Қалалар бастаймыз. Үлкен кіші қалалар жатады, бірақ ауылда жатпайды. Мысалы, Түркістан қаласы, Кентау қаласы жатады, бірақ ауылда жатпайды. Бірақ енді былай істейміз да, сол айта бешке адам қиын болып кетеді, әріптің соңы деген таппай қаласың. Негізі Қазақстан ішіндегі ғана қалалар десең қызық болады. Мен не дедім? Мен ойлап тұрмын, сен мүмкін шетелдікін айта алмайды. Ойымды оқи алатын дәреже жетіпсің. Өзім Бидаштың неше түрлі біз несін байқап жатырмыз. Сендер мен осы передача жұмысқа алсыңдар. Сразу отыр. Ана қыз келмейді бүгін кешеге 4-шісін түсіре беріңдер уже. Кетіп бастаймыз онда. Қалалар. Бірінші Бидаш, Балжан, өзің. Қызылорда. Тараз. Түркістан. Астана. Кентау. Алматы. Құлсары. Ақтау. Атырау. Ақтөбе. Орал. Семей. Павлодар. Талдықорған. Петропавловск. Так, Шымкент. Өскемен. Қызылорда. Астана. Қызылорда айтылды ма? Так. Қызылорда өтіп кетті ғой. Вот мен Астана деп сразу айтып кеттім ғой. Шу. Астана. Астана болды. Болды ма? Мен айттым. Иә, айттым. Да? Тараз. Айтылды. Тараз айтылды. Орсы бұтқызатын жайлап қойып. Астана, Тараз, Құлсары. Теміртау деген қала бар. Бар ондай. Онда естіген. Қарағанды. Қарағанды. Жетісай. Қапшығай. Қапшығай қала жата ма не? Қазір қала жатты. Қонаев қаласы ма? Қонаев, иә. Деп сөзді ұзартылсын. Екеу манипуляция істеп отыр, маған же мен что-то алдап қойдым, ұзақ болып өткен. Ана не бар ғой?
Қарағанды айтылды ма? Иә. Қарағандыдан кейін қайсы еді мынау? Бұдан келеді. Бұ? Бесіктас. Бір санай берейін ба? Біздің Стамбулда кездескен жер ма? Бешіктас па? Бешіктас деген емес. Бір. Екі. Жоқ, маған қызық болып тұр бар ғой. Астана мен Алматының ортасында қала бар ғой, Қарағандыға жетпей. Қандай еді? Балқаш. Балқаш атамай не? Мен алдап тастады, алдап кеттім. Мен жүрмін осы Балқаш. Түркістан. Айтылып қойды ғой. Айтылды ма не? Негізі Балқаш атпайды ғой. Неге? Балқаш қаласы. Жата ма? Иә, Балқаш қаласы. Бурабай жата ма онда? Жатады. Бурабай қаласы бола ма не? Бурабай қаласы ма не? Бурабай жатады. Келесі, давай бидаш, бұл кешейін отырамын сендер бүйтіп осында. Бір. Өскемен. Екі. Өскемен айтылды ма? Айтылып қойды Өскемен. Өзім екінші рет қайттым. Семей. Айтылып қойды. Болды ғой, бітті ғой. Все, ұтылдым. Көп қой қала. Меркі қаласы бар. Меркі бар. Меркі ауданы ғой. Қалада жатады Меркі үлкен қала ғой. Көп қой. Құлсары, айттың Құлсарына. Ақтөбеде Шалқар деген ауылда жүрсең. Ол кім ұтты солдады ғой. Бұл жолғы ойында бірінші ойын Go-да Аделина жеңіске жетті. Әзірге бір ұпай. Сен санадың ба точно? Нені? Қайсымыз көбірек айтқанымызда? Оның не керегі бар? Мынау мен миымды мәссаған. Достар, айтыңыздар. Сіздер санап отырыңыздар, қазір көріп отырсыздар ғой, кім қалай есептеп отыр? Бірінші ойында қара, 2-1 болды. Мен просто коктейль ішпей қойыншы, бәлездеп отырмын. Дәл осылай керемет көңіл күйде екінші ойынға өтетін боламыз. Отырып шаршағаннан кейін сәл тұрайық деді, қан айналдырып. Интеллигент деді ғой бағана сен өзі айтпақшы. Таза интеллигент гольф, бірақ сәл индийский футболмен араластырды қопшым. Примерно қазір екеуің екі барады. Қай жақта аласыз? Домашний гольф болып тұр осы. Қай жақта аласыз? Ар жақ, бер жақ. Ол қалай сонда? Ана теріс қарап мен ойнауым керек. Жоқ, сен баратан қай жақ болған қалайсың? Мына жерде ворота деген қайсысы? Біреу. Анау ма? Сен сол ма қайсысы? Мынау болсын. Болыпты. Сен онда ар жақ, хорошо. Аделина, сен жол берейін таңдауға. Бастаймыз онда. Кеттік. 1, 2, 3. Қыздардың таласыз. Ұрып жүрмесінші? Бір жерсен. Шашкө. Давай. Ой, сән. Давай, Аделина. Мам, ержанын жауап адыр ба? Давай. Ойды, доказа. Bir gol sayın. Бетіме ол жеңілмеш. Давай. Кішкена, давай. Sana. Балжанда бір гол. Очко. Терлет қой. Сен жаңа соғып шашап отырсың. Жастар слабый кез. Қайсы ба? Сәл демаласың ба? Әзірге 1-0. 1, 2, 3. Не, шашадың ба? Ой, дайын. Кетті. Ал достар, мен кірістім, пиджак шешті. Кірістім мен. Ал қазір 1-1 шөт. Барселона, Реал. Месси, Роналду. Балжан, қатты кірісті, Балжан, давай. Давай, Аделина. Давай. Неге демір? Әдемі. Баны ашуға тежерді өдім егіше. Давай, Балжан, сен отыр, Аделина. Саған бүкіл актерлар мен актрисалар әншілік кетті. Давай. Йо, молодец, Аделина. Әдем салдың, құтты болсын.
Бұл ойында, үнді футболында. Ойында жеңілсек те өмірде жеңілмейді. Ойында, сіз айтып дейсіз же, оны бір жаса. Көңіл көтерді ма? Күшті, иә. Ол өйдесі бол. Әзірге шот 2-0, бірақ сенде мүмкіндік бар, тең қылуға. Давай. Сосын соны сөйлеп бастайсың. Ал, Әдерен құтты болсын, 2-0. Келесі, үшінші ойын. Ойын го болса, го деп өздері айтқан болатын. Қазір бізде кішігірім сыйлық деген ойын енді. Бірақ сыйлықты алу үшін дұрыс табу керек. Торт па бұл? Бұл кішігірім торттың кремі. Енді қазір бірінші Балжан сен отырасың, артында Аделина бір түсті қояды. Бірінші екі түсті қояды. Қызыл, қара. Сіз дұрыс таңдауы қою керексіз. Мысалы, осылай тұрса, анау да осылай қойылу керек. Түсінікті ғой? Бірақ мен мұнан көрмей тұрам ғой. Көрмей тұрасыз бұл. Қазірге түс, екі түс, қандай түсті таңдаймыз? Қандай түс? Айта берейін ба? Иә. Қызыл қара. Қызыл қара болды, міне. Қызыл қараның типі асты үстінде. Иә, соны дұрыс табу керексіз міне. Сен сіз жағасыз. Сен? Сіз жағыңыз. Жоқ, мен жағайын. Аделина өзің жаға бер. Өзің жаға, мен қатты жақ жүрем. Атыға Нұрдәулет. Бағынан да өйткен тиісіп жатыр да ма? Бамп етсе. Қалай қойын, Татыр? Так, тоқтаңыз. Дайынсың ғой, ә? Мене қатыр ойын. Дайын. Кет. Так. Кетті. Дұрыс емес. Қатты жағған жоқ па? Жағған жоқ дұрыстап. Кет, келесі. Қорқып жақтансың. Я қорқып жатсың. Бүйде дұрыс емес асыда. Мұнан сүртпеңіз асыда. Жоқ, сүртпейміз, ава кеттік. Балжан, сен тұрамыз онда сразу. Сүртпейміз ба? Иә, сразу кетті. Тәтті одан мөлі. Басқа пена. Қатты баған толтырып тұрған бар еді. Пена. Да. Кет. Дайынсың ғой? Мен вообще таппайтын сәтім бар ол. Давай. Осы екі түс па? Иә. Осылай? Иә. Қызыл мен сары. Асықпа, мен өзім айтам, е? Десене. Точно ма? Солай сияқты. Соңғы әрі нақты жауабың ба? Иә. 2, 3. Дұрыс. Дұрыстап кетті. Сен отырамыз. Таппайын ба деп Мына едім. жаққа. Қай түс? Мен осы передачаның ойынның жертвасы болатын сияқтым бар. Сары мен қара дайындал. Жоқ, асып берді. Сары мен қара дайындал. Қалай қойын? Сары мен қара? Иә. Біз дайынбыз. Балжан, Иә. сенің кезегің. Сары мен қара. Бір, екі, үш. Дұрыс таптың. Кеттік сен. Мән, саған. Давай. Қанша рет? Бетімді жалып кететін бір бар. Бір рет аға. Бір рет аға. Қанша рет? Үшінші. Үшеу болады. Осыған жақсылап не істейікші осы жол, иә? Қалай, қай түс? Қара мен қызыл. Қара мен қызыл. Дайындал. Аделина. 1, 2, 3. Қалай қойын? Біріншісін ба? Жоқ, осы біреу ақ қойсы. Қайсыз қойын? Былай қойын, былай қойын. Болды, қойылды. Аделина, таңдау өзіңде. Қара мен қызыл. Тош, соңғы жауабың ба? Сондай сияқты. 1, 2, 3. Дұрыс па не? Жоқ. Дұрыс емес қой осы. Дұрыс емес ба? Давай, тұр. Монтаждағадан шеу айшиналар. Тормыз кейін. 1, 2, 3. Бетіне тегізсей? Дед Мороз. Дед Мороз болатсың. Ой, кәсені. Бұл жеткізген кезде жылы ренжейсің. Кетіп асты. Тәттікі не? Білмеймін. Кетті. Енді 3. Енді үшеу. Давай, үшеуден ба не? Үшеу, иә. Қалай қоясың? Прикольный ойын екен, е? Қалай қоясың? Так. Давай, қойылды. Жаса. 3 түс. Атын айтпайсыңдар ма? 3 түс. Мына ойынды. Үмітімді үзбей қоям, бірақ точно дұрыс емес сияқты. Соңғы ма? Иә. 1, 2, 3. Негіз дұрыс дедің, бірақ сәлі дұрыс емес дедің. Иә, керісінше. Керісінше істеп қойдың ғой. Кет, сен тұр. Просто интуициям айтып тұрды да, бірақ дұрыс айтпай қалды. Давай, кет, келесі. Сен осы жолын тапсаң қазір, дұрысынан, болады. Давай. Теңе тең болады. Я жоқ. Саған бір рет, екі рет дейді, саған екі рет болды, теңе тең. 1,
тұра тұршы, мына қалай қоямыз қазір? Әкем қойып берем ойнап өсе. Мен только жағайыншы болды. Давай кет. Бір. Татар, қалай қойын? Любой қой берейін ба? Любой. Маған мына процесс қызық болып тұр. Давай. Бір, екі, үш қойылды. Үш түс. Былай ма? Қою көріп осылай. Қоя берейін ба? Иә. Интуициям вообще. Рахмет. Нағып кетті. Ё-майо. Давай, кеттім мен. Оттың ба не? Жоқ, конечно! Бам! Десің. Давай кет. Жақсылап, точно жауабын айтатын болады. Бір, екі, үш. Үстіне түсті. Блин, кешір. Бидай жаркемені Қыздар тезде салфетка беріңдер. Ойын гол жобасының үш кезеңде өтті. Үшінші кезең тең болды. Бірақ енді счет бойынша сіз жеңіп келедіңіз. Құтты болсын, Аделина. Рахмет. Сен ұтылдың. Енді қазір өздерің дайындаған сокты ішесіздер. Құйып бересің ба? Өзің арнайлап. Ал енді Қарсыластың қолынан әдемі бір коктейль. Не от души көріңіздер ғой. Давай. Бір ауыз тілек айтшы оқырмандарға. Кешіріңізші. Ал, құрметті Нұрдәулет мырза, мына передачаңыз құтты болсын, бағдарламаңыз құтты болсын, көрермендер көп болсын. Осындай көңілді көтеретін бағдарламалар түсіріп, TikTok, Instagram бәрін хит болып жүре бер. Рахмет. Сол үшін алып қояйық. Тайманды екен. Сен өз дайындады ма? Деп өтірік жатыр мысалы. Кешіп көр дәмін. Непонятно бар ғой. Неге ұқсайды? Қандай сокқа ұқсайды? Андай соленый огурцы бар ма ішінде кола, иә? Кола құйды, иә? Су барлығын ішкен кезде барлығы сезіліп тұр. Өте необычный екен. Шүкірсенші. Мен ішімек тұрған жоқ. Шам айтсақ. Дәмағына жаман ба? Сен, может, осындай бір су ашып жібересің бір Әнәнән деп қойып. Жаман ғой, қандай жақсы деп отыр, алдап отыр ғой. Құрметті достар, болды балжанды енді. Дакарса ойнап берді ғой. Рахмет көп-көп. Әрдайым шығармашылыққа табыс тілеймін. Рахмет. Жеңімпаз Аделина, құтты болсын. Алдағы уақытта күшті киноларға түсе бер. Әр оқырмандар сіздерді қолдап жүреді. Құрметті оқырмандар, короче, осы ойын голды көріңіздер үзбей. Оқырмандар, бізді көріңіздер, біздің именно осы канал, қалай еді? Передачамыз өтіп кетсін. Именно біз түскен передача өтіп кетсін. Күшті просмотр жинап берсін, комментарияға қалдырып кетіңіздер, қалай болды, не болды. Құрметті достар, осындай керемет көңіл күйде еркін форматта. Бізде бір бұлай істе протокол жоқ. Еркін сіздерге барынша жақын болу үшін осылай қызықты ашық жүргіздік. Сіздермен бірге болған қарапайым қазақ Нұрдәулет және Балжан